Қазір 5 миллионға жуық қазақ шекараның арғы жағында жүр. Оларды ата жұртқа шақыру туралы бағдарлама қабылданғалы бері 1 миллионға жуық қазақ елге көшіп келген. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы құрылып, әр өңірден бөлімдері ашылды. Жамбыл облысындағы филиалы жақында 1 жылдығын атап өтіп, арнайы форум өткізген еді. Мұртаза Бұлытай шетелден оралған қандас ретінде осы форумға арнайы шақырылған. Түркиядан 29 жыл бұрын ата жеріне қоныс аударған. Жат жерден бабалар өлкесіне көшудің, оралман болып елге сіңудің күрделі үрдіс екендігін өз басынан өткерген. Елге шақырғанымызбен азаматтық беріп жерге сіңдіруіміз әлі де қиын болып жатыр, дейді ол. Әсіресе соңғы жылдары жиі келіп жатқан Қытай қазақтарының көшінде әлі де біраз кедергілер бар екен. Көшіп барайын десе, Қазақстанның сұрайтын қағаздары өте көп. Ол қағаздарды Қытайдан алу кейде мүмкін емес. Қытай жағы оған көмектеспейді. Біздікілер тұрып алады. Мынау қағаз болмаса, сені біз қабылдамаймыз деген секілді. Енді қазір Қытайдағы жағдайға байланысты соңғы 1 жылда біраз игі шаралар қолданылып жатыр. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының мәліметіне сүйенсек, Қытайдың Синьцзян аумағында 2 миллионға жуық қазақ бар, ал көрші Ресейде миллионға жуық қандасымыз тұрады. Бірақ соңғы жылдары олардың елге оралуы тоқырап қалды. Салдарынан сырттағы қазақ диаспорасының, оның ішінде жастардың діні мен тілінен, дәстүрінен айырылып қалу қаупі бар, дейді форумға жиналғандар. Бірақ кейінгі осы 10 жылда мүлден жағдай өзгеріп кетті. Сөйтіп, қазір қазақтың жастары бәрі Қытай тілінде оқып жатыр. Мен бірінші рет бардым, Қытайға араластым, көрдім. Олардың мұң-мұқтажын тыңдадым. Қазір біз көп жұмыс жасап жатырмыз. Сол жастарға ана тілін, әдет-ғұрпын, қазақтың әдіс, солардың бәрін сақтау жолында біраз жұмыс жасап отырмыз. Статистикаға сүйенсек, осы жылы елімізге 10.700 қазақ көшіп келген. Олардың 48% Өзбекстаннан, ал 36% Қытайдан оралған. Елге келіп жатқан қазақтардың басым көпшілігі Ақмола, Маңғыстау, Жамбыл облыстары мен Шымкент қаласына қоныс тепті. Қазір өңірімізде Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының филиалы құрылып, 1 жылда 1000-ға жуық қандасты мүшелікке қабылдаған. Ақсәуле Әбітай, Лесбек Абджапар, Жеті Ньюс.